айналайын. Ай, қалың жақсыман Нұрланжан. Айналайын апам. Қалайсыз? Жақсы ма? Денсаулығыңыз жақсы ма? Шүкір, шүкір. Сені сыртыңнан қарап қоям. Ойпырмай, Рахмет мына ата. баламның әңгімесі жақсы деп. Ай, көке. Шүкірмін, Allah razı шүкірмін. olsun. Bala şağınızın kızығын көріңіз. Рахмет, көке. TikTok'ta мен хит имам болсам, сіз TikTok хит әжемсіз ғой. Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Allah razı olsun sizге. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Allah ұзақ Рахмет, өмір айналайын. берсін. Өзіңе де сондай Тектілік болсын. деген не дейді? Тектілік деген міне осы апамыз. Тектілік деген жақсы сөзді айту, тектілік деген тәрбиелі болу, тектілік деген тәрбиені үйрету, тектілік деген үйретіп қана қоймай, сол тектілікпен өзі жүру. Дұрыс, Кейбіреулер дұрыс, тектілікті лауазым, атақ, абырой, генерал болу, әкім болу, министр болу дейді. Ол тектілік емес. Ол тектілік емес. Министрдің баласы министр болса, байдың баласы бай болса, ой тектілер дейді. Антикор деген бар Қазақстанда. Сол антикор келіп дүниесін арестовать етсе, сразу тексіз болып кетесің. Дүниең жоқ болса. Сондықтан ол тектілік оған қарамайды. Тектілік тәрбиеде болады жандарым. Сондықтан міне апамыз жақсы сөзін айтып, балаларға, келіндерге жақсы сөзін айтқан, міне тектінің көзі, тәрбие, асылдың сынығы деген осы кісілер. Қалайсыз? Денсаулығыңыз жақсы ма апа? Рахмет, шүкір, шүкір. Жайлап жүріп жатырмын ғой. Алланың берген қуатымен жайлап жылжып жатырмын. 70-ке де Нешедесіз, келіп апа? қалдым. 70-ке келіп қалдым, 70-ке. Ой, қайда әлі қызсыз ғой апа әлі. Қайда келешегіңіз алда әлі. Менен бір жас кіші екенсіз апа. Рахмет, рахмет. Ай, көкем, сен Алла жассың. өмір айналайын. берсін сізге. Аман жүр, Бақытты болыңыз. аман жүр. Рахмет, Жақсы рахмет. апатай, Алла разы болсын. Сізді көргеніме қуаныштымын. Жақсы, жақсы айналайын. Алла сыйласын. Аман жүр, көкем. Әумин. Аман жүр, сыртыңнан көріп. Бір сұхбат құрдық. TikTok әлемінде апамыздың тектілік қанмен келеді дейді. Қанмен келмейді. Қанмен не келеді? Иә. Сонда не деген кеп тұр сенің? Әкесі жоқ, немесе әкесі өліп қалған, әкесі сотталып кеткен балалар тексіз ба?